Елеместің анардан сәлем, баршаңызға қалайсыздар? Менің арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін мен сіздерге қыс мезгілінде үй жағдайында лайм және мята қосылған тосаптан мохитоның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Толық рецепті көру үшін видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше бізге қажетті нәрселермен таныстырып өтейін. Минералды газды сусын, барбадос сиробы, жеміс-жидек, қант, жарты лимон және де осындай тосап қажет болады. Ал ендеше алдымен жуып тазаланған графинімізге осы тосаптан 3 немесе 4 қаласаңыз 5 қасық салсаңыздар да болады. Бұл тосапты ірі супермаркеттерде немесе дүкендерден таба аласыздар. Кейін бізде жеміс-жидектер өз қалауыңызша қандай түрін қосқыңыз келсе, сол түрін қосасыздар. Менде шие түрі болғандықтан шие түрін қостым. Кейін үстіне қантымызды және жарты лимонның шырынын үстіне осылайша сығып қосатын боламыз. Ал енді келесі кезекте бізде барбадос сиробы. Егер сіздің мохитоңыз қатты тәтті болған қаласаңыздар, көбірек салсаңыздар болады. Мен орташа тәттілігін қаладым. Және де осылай минералды сусынымызды қоспас бұрын бір араластырып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін үстіне минералды сусынымызды құятын боламыз. Достар, бізде минералкамыз алдын ала тоңазытқышта салқындатылған болған жақсы. Бұл жалпы мохитоны кез келген тамақпен бірге ішсеңіздер, шөліңізді бірден қандырады, әрі жасалу жолы оңай, жеңіл, өте тойымды. Әдемілік сәндік үшін мен осындай лимонның 2 бөлігін салып жібердім. Жақсылап тағы да бір араластырып жібердім. Және де қонақтарыңызға ұсынсаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарийларға сұрақтарыңызды қойсаңыз болады. Қазақша каналының дамуына өз үлестеріңізді қосып отырыңыздар. Сіздермен бірге болған мен, Елеместің анары, алдағы уақытта көптеген пайдалы, тез әрі оңай жасалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Қош, сау болыңыздар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.